Төреғали Төрәлі әйелінің туған күніне алғаш рет сый жасағанын айтып, елді таңғалдырды. Төреғали Төрәлі 5 баланың анасы, жұбайы Толқынның туған күніне алғаш рет сый жасағанын айтып, елді таңғалдырды. Ол ерекше сыйды жарының мерейлі жасына дайындаған. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Төреғалидің жары Толқын 30 жасын отбасы мен туған туыстарының ортасында атап өтті. Ол Инстаграм парақшасында мерекенің қалай өткенін, күйеуінен алған сыйын көрсетті. Онда сөз сөйлеген Төреғали Толқынды Алладан сұрап алғанын атап өтіп, қызықты хикаясын баяндады. Толқынды біз Алладан сұрап алғанбыз. Кішкентай кезімде әкем гастрольде жүретін. Анамның қасында қалатын едім. Періштенің тілегі қабыл болады деп. Анамның әкесі жазып берген 3-4 сүресі бар еді. Соны оқып болып, Алладан маған адал келін, өзіңе жар сұра дейтін. Бір қадір түнінде анамның аяғын уқалап отырып, соны тіледік. Бір күні үйленетін кез келді. Сөйтсем Толқын да сен сияқты қадір түні тілеген біз дейді, деп ағынан жарылды Төреғали. Сондай-ақ ол көпшіліктің алдында жұбайына деген сыйын тарту етті. Енді мен осы уақытқа дейін Толқынның туған күніне ешқандай сыйлық бермейтінмін. Осы жолы 30 жасына арнайы дайындадым, деп бөлісті әнші. Ол Толқынға Tiffany брендінен әшекей жиынтығын тарту етті. Ал құрметті көрермендер, ең алдымен баршамызға таныс әнші, отандық танымал әнші Төреғали Төрәлінің жұбайы Толқынды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мерейлі 30 жасқа толған екен. Төреғали Төрәлі және оның жұбайы Толқынның хикаясы тағдырлас қос жанның шынайы махаббаты. Әншінің біз Толқынды Алладан сұрап алғанбыз деуі, меніңше, махаббаттың тереңдігін ғана емес, отбасылық сананың биіктігін де көрсетеді. Қадір түніндегі тілек өмірлік серігін тапқысы келген жүректің шынайы ниеті болса керек деп санаймын. Қаншама қадір түніне қатыстық, бірақ басқан білмеймін, өзіме жауап берейін. Өзім бірде-бір рет ондай тілек сұрамаппын ше. Кездескенмен жүрміз ғой қазір. Бірақ енді Аллаға шүкір бақыттымыз. Бірақ үйтіп сұрамаппын да енді. Бірақ осылай қадір түнінде барып осындай дұға тілеген, сол тілек қабыл болды деп отыр. Негізі былай қарап тұрсаң, үлкен ризашылықпен айтып тұрғаны да байқалады да. Төреғалидің жарына алғаш рет туған күнде сый жасауы да әрине жұртты таңғалдырды. Сыйлықтың сән салтанаты емес, соған шын көңілмен мән бергені расымен де қуантады. Tiffany әшекей дейді. Соның әшекейлерін сыйлаған екен. Ел алдында айтқан ақжарма сөзі де меніңше үлкен сый. Көп әйел ондай жылы сөзге, шынайы алғысқа лайық. Жалпы барлық әйелдер лайық. Бірақ барлық әйелге ондай шынайы сөздерді, алғысты барлық ер адамдар айтады дегенге, жалпы айтады деген қиын, е? Барлық айта бермейді. Толқынның 30 жасын жақындарымен атап өтуі, ерінің ашық алғысы мен құрметі меніңше нағыз қазақи әрі заманауи отбасының үйлесімді көрінісі. Толқынның өзі 5 баланың анасы, білесіздер. Соған ризашылық білдіріп, меніңше тек мереке күні емес, ризашылығын әр күн айту керек. Мүмкін айтатында шығар, басқасында емеспіз ғой. Төреғали осы жолы соны ескеріп, елдің жүрегінен орын алды дейді. Жалпы осындай, құрметті көрермендер. Төреғалиге де оның отбасына да барлық жақсылықты тілеймін, аман болсын. Шын жүректен барлығы жақсы болғанын қалаймын.